Қорытынды. 26 қара сөз Абайдың қазақ қоғамының мінез-құлқын терең зерттеген философиялық шығармаларының бірі. Ол халықтың надандыққа ұрынуының себептерін ашып көрсетіп, болмашы нәрсеге шамадан тыс мән бермеуге шақырады. Абайдың түйінді ойы. Нағыз қуаныш білім мен ғылымда, адамгершілік пен әділеттілікте. Басқаның жетістігіне қызғанышпен немесе ызамен қарау дамудың тежегіші. Өз мінез-құлқыңды өзгертуге дайын болу саналы қоғамның белгісі. Осы қара сөзден алынатын сабақ қазақ халқының рухани дамуына, білім мен ғылымға көбірек көңіл бөлуі. Тек сонда ғана нағыз жетістікке жетуге болады. Абай көтерген негізгі ойды, орынсыз қуаныштың зияны мен надандықтың кесірін тереңірек түсінуге көмектесетін нақыл сөздер. Бос мақтан білместіктің белгісі. Біреудің жоғынан өзіңнің барыңды артық санама. Ақылсызға айтқан сөз құмға сіңген судай. Жеңіл қуаныш терең ойдың жауы. Кісілік өз жеңісің емес, өзгенің жетістігіне қуанудан басталады. Өзгені төмендетіп биіктеген биік емес. Дүниенің бәрін ұтсаң да, ақылыңнан ұтылма. Адамның кемшілігі ұсақ нәрсеге мән беріп, үлкен нәрсені ұмыту. Надан адам білмегенін сұрамайды, сұраса да тыңдамайды. Жалған атақ пен өткінші жеңіс ақылдылардың емес, әуесқойлардың қуанышы.